Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы эргономика ұғымы. Оқу мақсаты: эргономика міндеттерін ойластыру және шешу. Эргономика сөзі грекше эргон жұмыс, номос заң немесе жұмыс заңы деген ұғымды білдіреді. Адам технология, қоршаған орта жүйесіндегі жұмысын, қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз етуін жан-жақты зерттеуге арналған ғылымның саласы. Бұл ғылымның мақсаты жұмыс ортасын құру кезінде тиімділік пен жайлылықты жақсарту бойынша ұсыныстар беру. Қарапайым сөзбен айтқанда, эргономика ғылымы жұмыс орнын қолайлы ұйымдастыру, жұмыс орнында пайдаланылатын заттар мен жиһаздарды тиімді жобалау, адамның мүмкіндіктерін ескере отырып, әртүрлі мәшинелерді, техникалық құралдарды қолдануға ыңғайлы етіп жобалаумен айналысады. Компьютерлік эргономика еңбек өнімділігін арттыру және ыңғайсыздықты жою мақсатында жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру жайлы ғылым. Қазіргі уақытта компьютерлік жабдықтар мен жиһаз өндірушілер эргономикалық талаптарды ескере отырып, эргономикалық пернетақталар, орындықтар және үстелдер жасап шығаруда. Бүгінгі сабағымыздың термин сөздері: жұмыс орны, workplace, қауіпсіздік, security. Дәптерлеріңізді ашып, осы жаңа сөздерді жазып, жаттап алуларыңыз сұралады. Компьютерлік эргономиканың негізгі кеңестері ретінде мен сіздердің назарларыңызға мына бейнематериалды ұсынамын. Компьютермен жұмыс жасағанда мына ережелерге назар аударыңыз. Еңсеңізді тік ұстап, арқаңызды үстелге немесе жұмсақ жастыққа сүйегеніңіз абзал. Аяқтарыңызды қосып отырыңыз және компьютердің астына желдеткіш құрал қойыңыз. Мойын омыртқаңыз өзіңізге ыңғайлы және тік болсын. Иық пен қолды 90 градуста орналастырыңыз. Орындықты компьютер тұрған жерден биігірек жерге қойған жөн. Монитор мен көзіңіздің арақашықтығын қадағалаңыз. Тым жақын немесе өте алыстауға болмайды. Сондай-ақ күннен қорғануды ұмытпаңыз. Балаңыздың компьютерді дұрыс пайдаланғанын қадағалаңыз. Мүмкіндігінше биік және тік отыруға жағдай жасаңыз. Бастысы өте ұзақ отырмаңыз. Арасында бір мезгіл серуендеуде артықтық етпей. Әр жарты сағат сайын көз жаттығуларын жасаңыз. Көзіңізді оңға, солға қимылдатып, сағат тілі бойынша қарашығыңызды айналдырыңыз. Көзді ашып жұмып бір нүктеге 20-30 секунд қарап тұрыңыз. Бұл жаттығулар денсаулығыңызға оң әсерін тигізеді. Оқушылар, бейнематериалды тамашалап болсақ, тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: 4-ші суреттегі компьютер пайдаланушыға арналған жаттығуларға назар аудар. Жаттығулар қай дене мүшесінің қызметін реттеуге бағытталған? Жаттығуларға атау бер. Компьютермен жұмыс кезінде бұл жаттығуларды неше рет жасауды сынасың? Бірінші кестені толтыр. Екінші тапсырма: қолдың пернетақтада орналасуының екі жағдайы берілген. Қай суреттерде қол дұрыс орналасқан? Себебін түсіндір. Осы тапсырмаларды орындап болсаң, үй тапсырмасы: компьютерді пайдалануда эргономикалық талаптардың бұзылуының зардаптары тақырыбына шағын мақала дайында. Сау болыңыздар.